Қайырлы күн достар. Бүгінгі сабағымызда біз қазір компьютермен бейне сабақ түсіріп, монтаждап және оны YouTube-қа салуды үйренеміз. Негізі сабақ түсірудің және монтаждаудың YouTube-қа салудың көптеген жолдары бар. Мысалы қазір мен жазып отырмын мінекей OBS студиямен, бірақ бұл программамен монтаждауға келмейді. Бұнымен тікелей эфир жүргізуге болады, немесе жай ғана видеоны экраннан жазуға болады. Қазір мен істеп отырғанымдай. Сонымен ең көп танымалы бағдарлама ол Camtasia Studio дейді. Онымен тамаша мүмкіндік, тікелей эфир жүргізбесеңіз де, дегенмен сабақ түсіріп және оны монтаждауға мүмкіндік бар. Оны қайдан жазып аламыз? Ол бағдарлама әрине ақылы, тегін жүктеп алу керек жөнінде мен сіздерге кейін айта жатамын. Негізі оған насихаттамаймын, себебі авторлық құқықты бұзу болып табылады. Ол нәрсеге насихаттамаймын. Дегенмен де пробный версия деген болады. Демо версиясымен жазып, оның өзімен де керемет дүниелер жасауға болады. Camtasia'ны Google-дан іздейміз, мінекей. Camtasia деп жазамыз. Google-дан іздесек, мінекей. TeshSmith компаниясынікі. Осыған кіріп, осының ішінен Download Free Trial дегенді басамыз. Және біз осының демо версиясын жүктеп аламыз. Егер де сіздерде Mac болса Mac-қа, Windows болса Windows-қа. Менде қазір Windows, сондықтан Windows-қа басамын. Одан кейін бізге мінекей қайда сақтауды ұсынады. Рабочий столға сақтауға кеңес бермеймін, өйткені рабочий стол толтырып тастайды. Загрузкаға осыған түсе берсін. Сохранить батырмасын басамын. Мінекей жүктелу басталды. Жүктеп атқан жерді мыннан таба аласыздар. Жоғарда Chrome болса, егер сіздерде жоғарға басып, загрузкаға бассаңыздар, осы жақта көрсетеді. Жүктеліп болуын күтеміз. Міне менде Camtasia Studio жүктеліп болды. Енді осыны орнатамыз. Показать папке деуге болады. Мінекей. Загрузки папкасына түсті жаңа. Және осының батырманы 2 рет басып, немесе оң жағын басып, установить басып орнатамыз. Мұнда өкінішке орай әлі орыс тілі жоқ, сондықтан English деп тұра берсін. Окей батырмасын басамыз. Условияны қабылдаймыз. Install батырмасын басамыз. Және да басып растап орнатылып болуын күтеміз. Міне Camtasia Studio бағдарламасы орнатылып болды. Одан кейін Finish батырмасын басамыз. Және перезагрузка сұрайды бізден. Перезагрузить позже, немесе перезагрузить қазір басуға болады. Сіздер қазір басып компьютерлерді қайта өшіріп қосуға болады. Одан кейін батырманы 2 рет басып осылай ашамыз программаны. Басында ұзақ ашылуы мүмкін, кейіннен тез ашылатын болады. Ашқаннан кейін бізге лицензиялық кілтті енгізу немесе пробный версияны қолдануды жалғастыруды ұсынады. Біз Sign in Start Trial дегенге басамыз. Яғни учетный запись, аккаунт создать ету керек болады. Жоқ болса Create New Account деп, Sign in Google деп, войти через Google деп, былай еткізіп Google арқылы кіруге болады. Аккаунт таңдаймыз. Прочее батырмасын басып, Submit батырмасын басамыз. Одан кейін бізде программа активация болады. Мынаны жабамыз. Welcome to Camtasia. This sample Бізде бірден пробный проект ашылады. Мына жерден стоп алып кетіп үлкейтіп кішірейтуге болады. project will provide it. Бұл проекті де мүмкіндігімен таныстырған. Бірақ біз қазір бұны сақтаймыз да, файл Save As батырмасын басып, сақтаймыз да, бұны жабамыз. Окей батырмасын басамыз, жабамыз. Бізге нөлден жаңадан бастап түсіру керек. Оны қалай істейміз? Оң жағын басып открыть дейміз. Ашылып болуын күтеміз. Және New Project батырмасын басамыз. New Project батырмасын басқаннан кейін Continue Trial дейміз. Біз активация жасағаннан кейін мінекей мынадай болып шығады. Trial, яғни пробный версиямен жалғастыру дегенді басамыз. Мына окноны мына жерде үлкейтіп кішірейтуге болады қалауыңызша мінекей. Ыңғайыңызға қойып аласыз. Менде үлкен экран болғасын осылай көрсетіп тұр. Сіздерде басқаша көрсету мүмкін, бірақ барлығының интерфейсі бірдей. Бағдарламамен қысқаша таныстырып кетейін. Интерфейсімен медиа деген бұл жақта файлдарыңыз жатады. Яғни фото, тағы да басқа. Мысалы мен мына жақтан аламын. Музыканы салып қоямын, мінекей салатын музыкам.
тағы оң жағын басамын да мына жерге импорт медиа деймін де фото сурет салып қоямын мінекей. Яғни бар фото суреттерді фото сурет саламын. Тағы да басқа видеоны да салуға болады, сөйтіп мінекей. Былай еткізіп ашамын да таңдап видеоны саламын. Өзім жазып отырған видеом мысалы мінекей. Және тартып апарып осы жерге салып, кесіп, қиып монтаждауға келеді. Конвертті 60 мінекей. Осылай қиып монтаждауға, салуға, фотосурет салуға, мінекей. Фотосурет керек уақытта қажет жерден шығады. Музыканы салуға бүйтіп артынан мінекей келеді. Осылай еткізіп. Мысалы, бағдарлама ол Camtasia Studio дейді. Онымен пробел батырмасын басуға болады клавиатурадан. Пробел батырмасын бассам тамаша мүмкіндік жүреді тікелей, және тағы да бассам тоқтайды. Library библиотека, яғни бұның ішінен дайын шаблондар, анимациялар, тағы басқалар алуға болады. Мінекей анимация, шаблон, кейін таныса жатасыздар. Мінекей интро, жазу басында шығатын. Мына жерге жазу салуға келеді. Мінекей favorites, бұл сіздер сақтап қойған закладка, бұл яғни анимация. Бұл керек жерден анимация шығару, мысалы. Мына жерге жазу жазасыздар да бүйтіп қойып қоясыздар. Transmission, переход. Бұл деген переход, яғни переходтар бірінші нәрседен екінші кадрға өткен кезде переход. Мынадан кейін текстқа өткенге, мысалы, мына переход саламын ортасына. Мінекей былай. Ол бағдарлама. Одан кейін мәтіндер, яғни түрлі анимациямен. Анимацияның өзі қалай қозғалу, және дыбыстық запись. Мінекей мен сөйлеп отырған мына жерден маргайт етіп жатыр. Аудио трек, аудио эффектс, кешірім өтінем. Дыбысты реттеу, дұрыстау. Одан кейін виртуал эффект. Мына жерге эффект салуға болады. Мына видео мысалы түсі мынадай болып тұр, мен оны жасыл қылып жібермей келеді. Мінекей басқа да эффектлер салуға болады. Chroma key деген секілді. Мына жақ бөлікпен таныстық. Жоғарыда стандартты настройка, файл, сақтау, параметрі, яғни солар. Ал мына жерде оң жағымызда экранның мына preference'ті бассақ, свойство, яғни нені қазір таңдап отырмыз. Мысалы мен аудиоға басып таңдадым. Мына аудио, музыка. Preference'ға бассақ, оның громкісі мінекей, соответственно. Енді мына мәтінге бассақ, мына мәтіннің несі? Мәтіннің настройкасы шығады, preference мына жақта. Видеоға бассақ, видеоның настройкасы шығады. Мына видеоға бастым мінекей. Осы видеоның мінекей позициясы, яғни қисайтып қою, түзу қою, тағы басқа, немесе бұның звугы, дыбысы. Мына стрелканы бассақ, сброс қайта орнына қояды. Позициясы, зумы, яғни эффектінің деңгейі, тағы басқалар. Мына жерде мінекей тректің номерлары, бұны үлкейтіп кішірейту, үлкен файлдармен жұмыс жасап отқан кезде ыңғайлы. Мінекей қалауынша үлкейтіп алып, керек жерін ғана кесіп, мына жерде инструменттер атымен кесіп алу, мінекей артқа кері қайтару, көшіріп алу, копи, бөлу, мысалы мына жерден бөліп тастадым, кесіп, мынаны видеоны таңдаймын, мына жерге апарамын, керек жерге қоямын, курсын және бөлуге басам. Сосын мынаны кішкене алыстатамын, немесе жақындатамын, тағы басқа орындарын ауыстырамын деген секілді. Мына жерге қойғым келеді, мен мынаны осылай еткізіп монтаждайсыздар. Сосын мынау share деген отправить батырмасы, оны керек жерге отправить етіп, немесе керек жерге жіберіп, YouTube-қа мысалы, немесе файл қылып жазып алуға болады. Және сонымен қатар рекорд, запись, яғни экраннан жазу, мінекей. Мына жерде размерін қоюға болады. Мінекей керекті размер, экранның қай бөлігін жазуым назар аударыңыздар. Мінекей мына бөлігін ғана, мына бөлігін мына жерде қоюға болады вручную, немесе барлық экран түгел басуға болады. Осын бүкіл экранды былай еткізіп тарып тастауға да болады. Мынау дыбыстікі, міне мен сөйлеп отырмын, дыбыс. Камера басқанда істемей тұрған себебі, мен қазір пайдаланып отырған компьютерде мінекей мынадай түрі, және бұда қазір камера орнатылмаған веб-камера. Одан кейін рек деген записті бассақ, 3 санағаннан кейін запистен басталады. Міне 3, 2, 1. Бір даусым қалай естіліп тұр, мінекей. Дыбыс жазылды. Тоқтатамын. Және жазған записім мына жерде Screen Records деген, мінекей записім осы жерге шығады. Оны әкеліп мына жерге салып қарауға болады, бос жерге, мінекей, немесе екі рет басып ойнатып. Бір даусым қалай естіліп тұр, мінекей. Дыбыс жазылды. Енді сіздерге тез программамен таныстырып шыққан болатынмын. Енді қазір
толықтай жаңадан бастап осымен жұмыс жасап бір сабақ түсіріп және ютубқа саламыз. Файл new project батырмасын басамыз. Мынаны сақтайық па деп сұрап тұр. Нет батырмасын басып жауып тастаймыз. Сіздерге қайтадан көрсетейін. Мінекей жауып тастаймын және жаңадан ашамын. Одан кейін оң жағын басып открыть деп ашамыз. Ашылғаннан кейін new project деген жаңадан проекті бастау, яғни new recording жай ғана жазу, open project осыдан бұрын сақталған проектін ашу, new from template бұл яғни шаблондардан бастау. Template шаблон, мына жақта дайын шаблондар болады, сақтап қойған содан бастау. Біз new project дегенді басып сабақ түсіруді бастаймыз. Continue trialды басамыз. Алдымен сабақ түсіру үшін бізге материалдар керек, я, дайын. Мысалы, презентация дайындап қойған болатын. Мен мынадай мінекей презентация, мысалы, портфолио деп атадым. Мінекей презентация дайындап қойған болатын. Осы презентацияны түсіріп жазуға болады. Презентацияны қалай жасаймыз десеңіздер, PowerPoint бар, бірінші жол. Мінекей Microsoft PowerPoint деген программаны ашасыздар, слайд жасайтын. Осыны бүйткізіп мына жағына қойып, және мына жақтан бір материалды интернеттен іздеп, мысалы бір кітапты іздейсіздер интернеттен. Ол кітапты іздеп тапқаннан кейін, мысалы, керек материалды бүйтіп көшіріп алып, мына жаққа салып, мінекей, тағы да дублировать етіп бүйткізіп, создать слайд дейміз, мына жерге тақырыбын саламыз. Мысалы, мен мысал ретінде көрсетіп жатырмын, өздеріңіз асықпай отырып жасауға болады. Мінекей, осылай еткізіп слайд жасауға болады, кітапты ашып отырып, реттеп осылай. Сосын бүйткізіп оны на весь экран полностью ашамыз да, былай ауыстырып отырып, мінекей, сабақты түсіреді. Бірінші жол, екінші жол Google презентация дегенмен жасау. Мына жаққа кіреміз. Google презентация деген болады мынандікі. Презентация. Немесе интернеттен Google презентация деп іздесеңіздер шығады. Мына жақта плюс батырмасына басып, жаңа презентация жасауға болады. Осымен де жаңа презентация жасауға болады. Немесе қайттан презентацияның бастапқы бетіне барамын. Мынаған апарып, мінекей плюске астында выбрать шаблон басып, мынаның ішінде дайын шаблондардан таңдауға болады. Мынаның ішінде мысал ретінде жасап қойған, тек жазуларын өзгертіп, анализ проекті мысалы мынаны алдым. Мынаның ішінде жасап қойған презентацияны тек жазуларын өздеріңіздікіне ауыстырып аласыздар. Мысалы 2020 мына жерде 23%-ға өсті. Мына жерде текстларын өзгертіп жасап алып, сосын смотреть батырмасын басып, одан кейін бүйткізіп ауыстырып мінекей презентацияларыңызды жүргізуге немесе жасауға, одан кейін файл скачать деп осылай жүктеп алуға да болады. Мен сіздерге бұны қысқаша көрсетіп жатырмын, өйткені сабағымыздың тақырыбы бұл жөнінде емес, презентация жасау жөнінде. Презентация жасау жөнінде басқа да сабақтарда толықтай алда түсіре жатамыз. Немесе Google-дан іздеп, Microsoft сайтынан іздеп қарап алуларыңызға болады презентацияны қалай дайындауды. Біз сонымен қазір презентациямызды ашамыз да сабағымызды түсіреміз. Мен мынадай презентация дайындап қойдым мінекей өзіме. Портфолио деп аталады. Қазір осы презентацияны түсіріп сабақ жүргіземіз. Алдымен Camtasia Studio'ны ашық тұр мінекей, ашып қойғам. Рекорд батырмасын басамыз, жаңағыдай жазатын. Микрофонды, дыбысты барлығын тексереміз. Мынаны full screen деп на весь экран қойып қойымызға болады. Мінекей мына жерін таңдаймыз, full screen. Микрофонды реттеп тексеріп алыңыздар алдымен. Біз жаңа тексерген болатынбыз. Мынаны бассаңыздар, мінекей өшіп қалады. Ұмытып кетпеңіздер қосуды микрофонды. Міне мен сөйлеп отырмын, даусым жазып тұр. Ерінбей тексеріп алыңыздар. Және горячий клавиші деген болады. Бір батырманы басып қалған кезде запись басталу. Optionsқа бассақ, мына жерде Tools деп. Мінекей. Shortcutsқа бассақ, рекорд запись. Запись, мысалы, рекорд пауза. Записті бастау және пауза, тоқтату. F9-да тұр, стоп F10-да тұр. Ноутбуктарда FN басып, сосын F10 басу керек, немесе F9 басу керек кей ноутбуктарда. Кей ноутбуктарда тікелей F9 немесе F10-ның өзін баса берсеңіздер болады. Қазір мен настройкасын өзгертпеймін, бірден записті бастаймын. Сонымен кеттік.
запистен бастаймыз. Запись батырмасын басамын. Запись. 3 санаған кейін басталады. Презентацияны ашайық. Батырмасын бас. Қайырлы күн достар. Сіздердің алдарыңызда Сарбасбек Әлімбекұлы. Мен программистпін. Өзім жөнінде қысқаша айта кететін болсам, мен адамдардың өмірін жақсартатын керемет өнімдер жасағанды жақсы көремін. Мен веб-программист саласында жалпы жүргеніме 3 жылдан астам тәжірибем бар. Кішкентай стартаптан бастап, әйгілі алып порталдарға дейін жасай берем. Өзім Орал қаласында туып өстім. Қазіргі кезде Алматыда тұрамын. Инженерия және робот техникасын жақсы көрдім бала кезден. Мен қызықты техникалық және программа саласында үнемі ізденісте жүремін. Программалық білімдерім: мен HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax, PHP мен MySQL және Java, C++ программа тілдерін білемін. Frontend, backend деген секілді. Жеке жұмыстарыммен айналысатын салаларым жөнінде келетін болсақ, мен жасайтын қызмет түрлері кең қызмет түрлері. Мен жасайтын қызмет түрлерім қарапайым бір беттік сайт, корпоративтік сайт, интернет дүкен, блогерлік сайт, мобильді приложение және компьютерлік программаға дейін жасаймын. Және мынадай жұмыстарым бар. Мінекей Fruitello KZ көкөністер сататын интернет-магазин, теріп қарауларыңыз болады адресін. Және Сентово деген жаңалықтар портал сайтын жасаған болатынмын. Бұл жұмыстарымның бір бөлігі. Жұмыс тәжірибеме келетін болсақ, бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінде IT мамамын. 8 жылдан астам тәжірибем бар. 8 жылдық тәжірибем бар. Техник программистпін. 3 жылдық тәжірибесі бар. Веб-программистпін және электронды техника инженерімін. Мынадай етіп және канал ашқан болатынмын, Kaz-IT деп. Адамдарды программированиеға үйретіп жүрмін. YouTubeқа жиі жаңа видеолар салып тұрам. Инста парақшам мынадай. Және мынадай етіп код теруді, мобильді приложение жасауды үйретіп жүрмін адамдарға. Жалпы тек қана бұлар емес, басқа да бір компьютер үйренуден бастап, күрделі программированиеға дейін үйретемін. Жеке контактыма келетін болсақ, мінекей толық ат жөнім, электрондық поштам, байланыс телефон нөмірім, жазып алуларыңызға болады. Және назарларыңызға рахмет. Алда тағы кездесе жатамыз. Осы айтып, мінекей жазып болдым. Тоқтатқанда бүйтіп ашып тоқтатуларыңызға болады. Мынаған басасыздар, астында тұрған мінекей. Стоп батырмасын басып істейсіздер. Енді ойнатып қарауға болады. Презентацияны ашайық. Батырмасын басып. Қайырлы күн достар. Дыбыс жаңғырып тұрған себебі, қазір мен микрофонды өшірейін. Сіздердің алдарыңызда Сарбасбек Әлімбекұлы. Мен программистпін. Өзім жөнінде қысқаша айта кететін болсам, мен адамдардың өмірін жақсартатын керемет өнімдер жасағанды жақсы көремін. Мен веб-программа қарап отырып уақыт жоймайық. Жаңа өздеріңіз көргендей, мен сөйлеп отырған кезде арасында қате кеткен жерлерім болды, тұтығып қалған жерлерім, сол жерлерін кесіп алып тастайық. Оларға дейін жасай беремін. Ол мына шамаларда болатын. Инженерия мына айналысатын салаларым жөнінде келетін болсақ, мен жасайтын қызмет түрлері кең қызмет түрлері. Мінекей көздеріңіз көріп тұрғандай мына шамада. Мен жасайтын жөнінде келетін болсақ, мына ауысты осы жерді белгілейміз, бүйтіп тартып, және мынаған басамыз. Мінекей клавиатурада S батырмасы сплит қиып тастаймыз. осы жерде мінекей қиып бөлініп алынды. Енді мен жасайтын қызмет түрлері кең қызмет түрлері. Мен жасайтын қызмет, мінекей сөйлеп басталған жер, мына жерде волнасы көрініп тұр. Үлкейтсек, мінекей мына жерден бастап. Яғни мына бөлік бізге керек емес. Тағы да мына жерден белгілеймін, бүйтіп видеоны белгілеймін, қиямын осы жерден. Мынау тұтығып қалған жеріміз керек емес. Мынаны белгілейміз де, оң жағын басып delete басамыз. Удалить. Сосын мынаны бүйтіп белгілейміз, тартып мына жерге әкелеміз. Енді қараймыз. Жөнінде келетін болсақ, мен жасайтын қызмет түрлерім қарапайым бір беттік сайт, корпоративтік сайт. Мінекей былай кішірейтіп аламыз, қайтадан үлкейтіп аламыз. Техник білім болсақ, мен жасайтын
және компьютерлік программаға дейін жасаймын. Тағы да бір қате кеткен жері болатын. Кәсіпкерлік мектебінде IT маман, бір бөлігі. Жұмыс тәжірибеме келетін болсақ, бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінде IT маманмын. 8 жылдан астам тәжірибем бар. 8 жылдық тәжірибем бар. Мінекей. 8 жыл деген жері мына шамадан бастап. Осы арадан қиямын. 8 жылдан астам тәжірибем бар. 8 дегеннен құттай артқа жүргіземін. Және осы жерді белгілеймін де тағы қиямын. Мүмкін бұлай еткізіп, удалить етемін. Тез удалить ету үшін del батырмасын бассаңыздар болады. Мен белгілеймін де бүйтіп, оң жағын басып, delete батырмасын басамыз. Егер көз жеткізіп, қайттан тыңдап алуларыңыз болады. Осы бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінде IT маманмын. Содан кейін бүйткізіп 8 жылдық тәжірибе. Артық қиып қойсаңыздар, кем қиып қойсаңыздар, бүйткізіп қайта шығарып алуға болады. Бұлай еткізіп. Мен бұлай еткізіп қойып қоямын. Кәсіпкерлік мектебінде IT маманмын. Және мына жағында аздап бүйткізіп артқа жүргіземіз. Пауза. Осын екі ортасын қосамыз да, екі қосылған жерді тыңдап көреміз. Кәсіпкерлік мектебінде IT маманмын. 8 жылдық тәжірибем бар. Техник программистпін. 3. Және бастағанда біз запись бастағанда басында окей деген сияқты мындай шығып кетті. Артығын қиып тастаймыз. Презентацияны ашайық. Мінекей мынау керек емес, презентацияны ашайық деген. Қайырлы күн бұл. Мінекей осы жерден аламыз. Бүйтіп белгілейміз де, мына жерді де қиып тастаймыз. Басын кетіріп тастаймыз. Белгілейміз де, тағы да оң жағын басып, delete батырмасын басып, одан кейін бүйтіп барлығын белгілеп, алға қарай жылжытып тартамыз. Былай басып ұстап тұрып тартамыз. Қайырлы күн достар. Және алдына қазір логотип қоямын мен. Мектебінде IT маманмын. 8 жылдық тәжірибем бар. Техник программистпін. Мына стрелкілер, мынау соң жағына апарып тастайтын, мынау бас жағына апарып тастайтын. Қиылған жерде. Қиған жерлердің барлығына бүйтіп апарады мінекей. Мен жасайды. Жаңа видео. Жалпы күрделі программа жөнім кездесіп жатамыз. Мына жерден аяқталған болатынмын. Және назарларыңызға рахмет. Алда тағы кездесіп жатамыз. Болды, кездесіп жатамыз дегеннен. Бүйтіп қиып жату міндетті түрде емес, былай етіп қиып жатуға болады. Атымені болса мінекей мына стрелканы басамыз, қайттан атымені. Бүйтіп белгілейміз де, артқа қарай бүйтіп жылжыта қоюға да болады. Мінекей осы жерден бітеді. Назарларыңызға рахмет дегеннен. Және назарларыңызға рахмет. Алда тағы кездесіп жатамыз. Менде сол жақ колонкамен жазылды. Микрофон біреу болғандықтан, сондықтан бүйтіп дыбысқа белгілеймін де, mix tom mono дегенге басамын. Енді екі колонкадан қатар шығу керек. Сайтын жасаған болатым. Өзім Орал қаласында туып өстім. Мінекей екі колонкадан да шығу керек. Сіздер де наушникпен тыңдап отырсаңыздар, екеуінен шығады. Телефонда болса, бір каналдан шыға беру керек. Енді тағы да қалай істесек болады. Алдыңғы жағына маған логотип қою керек болып тұр, және музыкамен басталу керек аздап. Жаңағыдай импорт батырмасын басамын. Медиа деген таңдаймыз мына жақта. Және оң жағын басып импорт медиаға басамыз. Бір сурет тауып алайын қазір. Картинкеге басамын да, бүйтіп мына логотипімді интернеттен тауып аламын да, сохранить как деп изображение ішіне сақтап аламын. Жүктеліп болды. Енді Camtasia студияны ашамыз. Оң жағын басып импорт медиа деп изображение дегенге сақтаған болатынмын. Мінекей мынаны аламыз. Және мынаны түгелдей белгілейміз де қайттан артқа қарай жылжытамыз. Мынаны апарып бас жағына саламын мінекей. Кішкене созамын. 6 секундтай мінекей. Созғанда мына жерде қанша уақытқа созып жатқандарыңызды көрсетеді. Мен мысалы 6 секундқа дейін создым. Толықтай белгілейміз де бүйтіп жылжытамыз. Сіздер назар аударыңыздар, егер жылжытып жатқан кезде бөлек жылжып кетпеу керек, барлығын жылжыту керек. Бұлай еткізіп дыбысын бөлек жылжытып алсаңыздар, мынау жүріп жатыр. Қайырлы күн достар. Мінекей дыбыс қалып қойды. Осылай болып кетпеу керек. Дыбысы, сондықтан дыбысымен бірге алып жүру керек уақытты. Енді мінекей басында осылай басталады. Мына суретті аздап суретке бастым, кішкентай болып қалыпты, аздап үлкейтемін суретті. Керек размерге дейін үлкейтемін. Суреттің өзіне басасыздар да таңдап тұрған мінекей. Мына жақтан размерін қоясыздар. Енді бас жағына музыка керек.
мына ішіне оң жағын басып импорт медиа деп әрине сіздер өздеріңіздің музыкаларыңызды дыбыстарыңызды салуға болады. Мен мына ішінен дайын музыкадан таңдаймын. Оның ішінде мен мінекей library деген таңдаймын. Библиотека music tracks. Оның ішінде 2 рет басып қалып тыңдап қарауға болады. Осыны аламын және осын бас жағына салып қоямын. Мынау ұзақ болып тұр мінекей. Сарбасбек Әлімбекұлы, мен программист. Мына бізге барлығы керек емес. Арт жағынан басып созамын, бас жағына ғана саламын. Және переход керек. Бізге бірден атып шығады және қайыр бірден шығады. Бүйтіп музыканы мына жаққа дейін созамын. Үлкейтіп аламын, мына жерден ыңғайлы болу үшін мінекей. Үлкейтіп меткізіп плюс минус бастар естеріңізде болса қалай үлкейтіп кішірейтетінін көрсеткенмін. Одан кейін транзицион, яғни переходты таңдаймын мінекей, мына біреуді. Сосын мынадай серьезный переход таңдауға кеңес беремін. Мынадай сияқты, пиксель сияқты, жай ғана не сияқты, тым жаңағыдай әсірелемеуді кеңес беремін переход кезінде. Мына жаққа апарамын, бас жағына осылай қоямын. Мінекей осылай ғана шығады. Одан кейін мына ортаға апарып салады. Қосылған жерлерге салып тастауға болады. Енді музыка құттай дауысын шығарамын. Музыканы жайлап шыққанын қалаймын. Мына жерден оң жағын басамын. Add audio point дегенге басамын. Добавить точка аудио. Мына бас жағын кішірейтемін. Және мына жерден тағы видео басталатын жерден мына шамадан апарып оң жағын басамын. Add audio point-қа басамын тағы да. Және соңғы жағын тағы басамын. Аздап видео басталғанда жайлата беремін. Енді көрейік қалай шыққан. Қайырлы күн достар. Сіздердің алдарыңызға Сарбасбек Әлім. Міне соңғы жағынан назарларыңызға рахмет дегеннен кейін тағы да салып қоюға болады. Соңғы жағына осы суретті тағы саламын. Керек размерге дейін үлкейтіп аламын. Және орта жаққа қоюға болады. Мінекей сызықтар мынау. Апарғанда бүйтіп шыға қалса ортаға түсті деген сөз. Тағы да сәл үлкейтіп аламын ыңғайлы болу үшін. Жылжытасыздар былай. Мына ортаға қазір переход саламын тағы да. Мысалы басқасын салып көрсетейін сіздерге. Және жаңағы дыбысты көшіріп тағы сала қоюға болады. Оң жағын басамын да. Копи дегенге басамын, копировать етіп алып. Мына жерге басамын. Оң жағын басып paste дегенге басамын, вставить. Мына шамаға апарып бүйтіп жылжытып қоямын қажетті жерге. Және мынаусын реттей қоямын дыбысын. Енді мен алда тағы кездесіп жатамыз. Мінекей біздің видеомыз осылай дайын, предварительно дайын яғни. Енді бұл видеоны қазір шығарып YouTube-қа саламыз. Енді біз түсірген мінекей сабағымызды шығарып алуымыз керек. Шығару үшін мына жерде share дегенге басып local file деуге болады, немесе мынағанда басуға болады, local file. YouTube деген YouTube-қа салып жіберу. Каналдарыңыз привязан болу керек, бірақ сіздерге бұлай емес, мынаған басып local file деп солай шығарып алуға кеңес беремін. Мына жерде мінекей толық версиясын сұрайды. Trial версия, яғни толық версиясымен шығарып алу, толық версиясын сұрайды шығару үшін. Мінекей local file дегенге басып шығаруға кеңес беремін. Сосын артынан өздеріңіз қолмен салған дұрыс. Одан кейін сол жақ батырмасын басамыз. Мына вводный знак салуды сұрап тұр. Яғни полный версия болмағандықтан, полный версия болса толық күйінде шығады. Мынаған басамыз. Одан кейін ең жоғарғы разрешение MP3 only up to 1080 деген таңдаймыз. Далее батырмасын басамыз. Проекттің атын жазамыз. Мысалы сабақ. Сабақ 001. Одан кейін сақтайтын папканы таңдаймыз. Мен видео деген папкеге сақтаймын. Save батырмасын басамын астындағы. Готовы батырмасын басамыз және сабақтың шығып болуын күтеміз. Мінекей сабақ шығып болып қалды. Болғаннан кейін бірден көрсетеді. Мына үстіндегі бетіндегі жазу ештеңе етпейді, шығып тұрған. Қайырлы күн достар.
сіздердің алдарыңыз. Сіздерге жаңа басында айтқан болатынмын, ондайға насихаттамаймын, тегін жүктеп алатын версиясын. Дегенмен мен ойланып қалдым, сіздерге былай бетіне жазу шығарып тастап түсірген онша емес болуы мүмкін. Мінекей папка болып түседі, сабақ 001, мінекей былай болып шығады видеоларыңыз. Кішірейтсек. Бізде Алматыда тұрамын, инженерия, компьютерлік. Мына жазуда тәжірибем бар. Алып тастау үшін сіздерге осы YouTube-та видеоның астына сілтемесін, Camtasia'ның толық версиясын жүктейтін сілтемесін сіздерге астында қалдырып кетемін. Одан кейін мінекей YouTube-қа саламыз видеоны. YouTube-қа қалай саламыз? YouTube-қа салу оңай. Яғни Google учетный записіміз болса болды. Мына жаққа ашамыз. YouTube-та ашамыз. Gmail аккаунтымыз болса болды, мінекей. Мына ішінде сменить аккаунт деймін, мен жеке каналыма салып көрсетемін. Жоғарда мына батырмаға басамыз да добавить видео дейміз. Добавить видео дегеннен выбрать файл дейміз. Жаңағы түсірген видеоның ішінде мінекей сабақ 001 осын ашамыз, открыть батырмасын басамыз. Одан кейін YouTube-қа түсіп болуын күтеміз. Camtasia тест деп жаза саламын. Мына жерге описаниесін жазамыз. Одан кейін мінекей обработка видео деп тұр, күту керек. Плейлист таңдаймыз, қай плейлистке түсіретін, немесе одан кейін аудитория айтпақшы. Аудитория дегенге ролик не для детей деп, возрастные ограничения, бірақ 18 жастан төмендерге де қарай беруге болады дейміз. Америка заңнамасы бойынша YouTube Американікі екенін білеміз. Ролик осы салып атқан видеоңыз балаға арналған ба, арналмаған ба, соны міндетті түрде көрсету керек. Одан кейін загрузить значок деп, мына жерге баннер, суреттеріңізді қоюға болады. Мысалы мен қазір жаңа суретті қойып қоямын, біткізіп, түсіп жатыр. Далее батырмасын баса беруге болады. Одан кейін подсказ қойып қоюға болады, иконка, тағы басқалар мысалы. Бұл жөнінде кейінірек. Далее батырмасын басамыз, және открытый доступ бұл барлығына көрсете беру. Доступ по ссылке, яғни жіберген кімге жібересіз, сол көру. Ограниченный доступ тек өзіңіз ғана көре аласыз. Бұл тексеріп көру үшін тамаша мүмкіндік. Запланированный публикация бұл белгілі бір уақыттарда, мысалы 15 күні шығарсын деген секілді. Біз бірақ қазір сохранить и опубликовать батырмасын басамыз. Открытый доступ қоя беремін. Мінекей. Одан кейін сілтемесін көшіріп алуға болады. Опубликовать батырмасын басамыз. Мінекей біздікі түсті, сілтемесін көшіріп алып, бетіп бөлісуге болады. Содан кейін сілтемесін, көшірген сілтемені ашып қарасақ, біздің видеомыз тұрады. Мінекей, YouTube-та. 1080 качество доступно. Қысқаша айта кететін болсам, программалық білімдерім мен мінекей видео осылай түсті. Және өз видеоларыңызды мына жақта мінекей мынаған басып, мой канал дегенге кіріп, осынан қарау келеді. Бірақ бұл жөнінде жалпы біздің сабағымыздың тақырыбы осы жөнінде емес. Жалпы концепциясын көрсеткім келген осы сабақ арқылы. Және тағы да жасап болған немізді сақтап қою керек бізге. Сақтап алу үшін файл, save asқа басамыз, және проекттің атын жазамыз, 1, 2, 3, 4 дей саламын, мен жаза салам, save батырмасын басамын. Жазылмай қалыпты қазір. 1, 2, 3, 4 деп жаздым, save батырмасын басамын. Одан кейін жауып тастауға болады, мінекей. Жауып тастаймын. Келесте мына жақта документайға барамыз. Camtasia Projects дегенді ашамыз. Camtasia деген папканы. Одан кейін 1, 2, 4 дегенді 2 рет басып қалып ашсақ, бізге сол жерден жалғастырады, сол проектімен қайта жұмысты жалғастыруға болады. Жаңа кешегі түсірген сол проектіміз ашылады. Мінекей. Осы проектімен жұмысты тағы да қайта жалғастыруға, қайта өңдеуге, тағы басқа да істеуге болады. Видео ұнаса лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен де бөлісе жүріңіздер. Келесіде бұдан да күшті сабақтар түсіремін. Келесі видеоларда жолыққанша сау саламатты болыңыздар.